Бүгіннен бастап Қазақ Телекомның корпоративті блогы іске қосылды. Енді еліміздің кез келген азаматы компания қызметкерлерімен пікір алмаса алады. Айбар Олжаев толықтырады. Бастықтың қабылдауына жазылып, оны күтіп отыратын заман өтіп барады дейді сарапшылар. Уақыт пен технология оның жаңа үлгісін ұсынып отыр. Ол корпоративті блог. Қазақ Телеком осындай блог ашқан тұңғыш ірі отандық компания. Енді олардың қызметіне қатысты кез келген сұрақты блог Телеком KZ сайтына кіріп жолдауға болады. Бүгін компания басшылығы барлық сауалға тез арада тұшымды жауап береміз деп уәде берді. Біздің корпоративтік блогтың ерекшелігі, онда компанияның топ-менеджменті ғана емес, қатардағы қызметкерлері де бар. Корпоративтік блогинг жалпы айтқанда Қазақстан үшін жаңа құбылыс. Қазақ Телекомның бұдан басқа да жағымды жаңалықтары бар. Халықаралық телефон байланысының тарифі 80% арзандады. Жақын арада байланыстың басқа түрлерінде тарифке қатысты біраз өзгерістер болады. Начиная с начала года, жыл басынан бері өзіміз жоспарлаған тарифтік саясатымызды жүзеге асырып келеміз. Интернеттің жылдамдығын күшейтіп, ал тарифтердің қымбаттатпай сол күйінде қалдырдық. Сондай ID-нет мотор жаңа трафиктік планын енгіздік. Интернет қосылулардың ішінде бұл өте жылдам байланыс болып есептеледі. Блогтың тұсаукесерінен кейін Қазақ Телеком биылғы жарты жылдың қорытындысын шығарды. 6 ай ішінде компанияның таза табысы 20 миллиард теңгеден асқан. Бұл былтырғы көрсеткіштен биік. Сондықтан компания байланыс саласындағы жаңа технологияларға тағы да қомақты инвестиция құюды жоспарлап отыр. Айбар Олжаев, Дмитрий Попов.